Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта орыс тілінде және қазақ тілінде сөйлемді құрастырудағы 5 айырмашылыққа тоқталайық. Біріншісі бұл сөз реті. Орыс тілінде сөйлемнің ішіндегі сөздер нақты бір жерде тұрмайды, яғни реттілігі жоқ. Мысалы, мальчик читает книгу дегенмен сөз ретін өзгертуге болады. Книгу мальчик читает деп. Қазақ тіліндегі сөйлемнің ішіндегі сөздер нақты тұрақты орны бар. Яғни қазақ тілінде баяндауыш сөйлемнің соңында келеді, орыс тілінде баяндауыш кез келген жерде болуы мүмкін. Мысалы, бала кітап оқып отыр. Мальчик читает книгу, книгу мальчик читает деп айта аламыз. Екіншісі бұл род. Қазақ тілінде род жоқ, ал орыс тілінде 3 род бар. Ол мужской, женский және средний. Мысалы, жаңа сын есімін қазақ тілінде өзгертейік. Жаңа үй, жаңа кітап, жаңа терезе. Яғни өзгермейді, себебі род қазақ тілінде жоқ. Ал орыс тілінде ол новый дом, новая книга, новое окно болып өзгереді. Себебі ол родқа байланысты өзгеріп тұр. Новый мужской род, новая женский род, новое средний род. Үшіншісі бұл сан есімдер. Қазақ тілінде род жоқ болғандықтан сан есімдер ешқандай өзгеріске ұшырамайды, яғни өзгеріссіз болады. Мысалы, 3 үстел, 5 үстел. Ал орыс тілінде сан есімдер әртүрлі септікте және родта болады. Мысалы, 3 стола, 5 столов, к 5 столам деп өзгеруі мүмкін. Сан есімнен кейінгі зат есім орыс тілінде ол өзгереді, және де сан есімнің өзі де өзгереді. Ал қазақ тілінде сан есім өзгермейді, және де одан кейінгі сөздерде өзгермейді. Төртіншісі бұл предлогтар. Қазақ тілінде предлог жоқ, бірақ оның орнына шылаулар және жалғаулар жүреді. Орыс тілінде предлогтар зат есімнің алдында келсе, ал қазақ тілінде одан кейін немесе бірге келуі мүмкін. Мысалы, мен қалада тұрамын. Орыс тілінде я живу в городе. Бұл жерде предлог в, ал қазақ тілінде қалада, да деген жалғау арқылы білдіріп тұр. Келесі, столдың үстінде. Орыс тілінде на столе. На предлогы ол сөздің алдында тұрады, ал қазақ тілінде одан кейін. Келесі, ағаштың астында. Орыс тілінде под дерево. Яғни орыс тіліндегі предлог сөздің алдында тұрады, қазақ тілінде одан кейін. Бесінші, болымсыз етістік. Қазақ тілінде маме суффиксы немесе емес деген сөз арқылы болымсыз етістік жасаймыз. Ал орыс тілінде не деген частица арқылы жасаймыз. Мысалы, мен кітап оқымадым, ма деген суффикс жалғанып тұр. Ал орыс тілінде я не читаю книгу, не деген частица жалғанып тұр етістікке. Келесі, ол мұғалім емес. Емес деген сөз арқылы біз болымсыз етістікті білдіріп тұрмыз. Ал орыс тілінде не деген частицаны қолданамыз. Он не учитель. Ол мұғалім емес. Сонымен бүгінгі сабақта орыс тілінде және қазақ тілінде сөйлемді құрастырудағы 5 айырмашылыққа тоқталдық. Келесі сабақта кездескенше.